Барлықтарыңызға Пхукет қаласынан сәлем. Бүгінгі рейсім осы қалаға түсті. Дохадан Пхукетке дейін 5 сағатта ұшып келдік. Келе сала нөміріме рум-тур түсіріп бастадым. Кірген бойда мына жағымызда ванна, комната осындай. И мына жердің видін қараңыздар. Ең алдымен тамақ ішіп алу керек деп шештім. Сол себепті отельдің ресторанына қарай жол тарттым. Қараңыздар, мына жерде мынандай бассейн бар екен. Кайф. Ресторанға баратқан жолда отельдің көрінісін тамашалап мәз болып жүрдім. Сөйтіп ресторанына да жеттім. Шведский стол екен, осындай көрініс. Таиландта да жалпы байқау керек екен, себебі шошқамен жасалатын тағамдар көп. Тамақ ішіп алдық. Қазір бассейнға барам. Күн ысып тұр. Пляжға барайық десек, пляжға примерно 1-2 сағаттан кейін баратын шығармыз. Отельдің бассейнінде әдемі екен. Күн батқанша осы жерде жүре тұрайын деп шештім. Жерде мындай мини-бар бар. Магазин аралап шықтық. Сувенир анау-мынау алғанға. Магазиннен кейін пляжына да келдім. Суы жып-жылы бір джакузи сияқты. Бүйтіп айтсаңыздаршы.